Кейде Мопассан, Симонның әкесі. Сағат 12-ге соқты, есік ашылды. Таңертеңгі қорадан шыққан қойдай, түркіреп бірін-бірі итермелеп, таласып қаптап төгілген тарадай саулап, балалар тысқа шықты. Сабанға үймелеген қара торғайдай шүпірлеп бәрі бір жерге үймеледі де кеңес құрды. Бүгін мектепке Симон деген жаңадан бала келген. Балалардың кеңесі осы. Бәрі де үйінде Симонның шешесі ақ баланы өсек қылғанды естіген. Өсек күйедей жұққыш, бала маймылдай еліктегіш. Үлкендер үйде нені айтса баланың соны сөйлейтін әдет емес пе? Шешелері ақ баланы өсектесе, өсек барып жас жүректен орын алады. Бала өсек айтқанын білмейде қалады. Өсекті бағалай да алмайды, әйтпесе. Мектеп балалары бұрын соңды Симонды көргенде емес. Симон үйінен шықпай ойнайтын. 14-тегі бір бала тұрып, білесіңдер ме? Симонның әкесі жоқ, дегенде бар бала таңырқады. Кенет мектептен Симон шықты. Оның жасы 7-8-де. Туба түбел киімді, арық ақ құба бала. Мұнда таныс жоқ, көшіп келген. Не қыларын білмей, бұйығып тұрды да үйіне беттеді. Балалар оған жау көзбен қарап, сыбырласып ортаға алмақ болды. Симон бұларға не керегін білмей, не қыларын ұқпай тұра қалды. Бір бала қоразданып, "Атың кім?" деді. "Менің атым Симон." "Ал Симон, онан әрі қалай?" Қорыққан бала "Симон" деді. Әлгі бала "Симон, өз атың, әкең аты кім?" деп ақырды. Көзі жасқа толып кеткен Симон үшінші қайта "Симон" деді. Топ бала қаптай күліп жіберді. Ана бала ұрыны ұстағандай мақтанып, "Көріңдер ме? Мұның әкесі жоқ" деді. Құмға су сепкендей топ жым болды. Бәрі ойланып кетті. Бұл не деген сұмдық, әкесі жоқ бала бола ма? Шешелерінің өсегі көкіректі кернеп кетті. Симонды өздерінен кем санау жүректерінен орын алды. Бәрі оған жаулықпен қарады. Симон ағашқа сүйеніп қана жығылмай тұр. Балалардың келекесі оған өкпеден тиген оқтай болды. Әкесі жоқ. Енді не істемек? Мұны қалай ұғынарын білмейді де. Бар қызық балалықтан айырылды. Сонда да жыландай сұрланып, болса болсын, болмаса қойсын дегендей. "Ал менің әкем бар" деп айғай салды. Ана бала тұрып, "Ендеше әкең қайда?" деді. Симон тілден айырылды. Мұны өзі де білмейді. Топ бала күлкіге қарық болды. Симон жан-жағына қарап еді, көзі көрші балаға түсті. Оның да әкесі жоқ, жесір шешесімен бірге тұратын. "Сенің де әкең жоқ емес пе?" деді оған. "Жоқ, олай емес, мен әкем бар" деді көрші бала. "О қайда?" деді. "Әкем өлген, бейіті әне бір қырдың үстінде" деді ол. Балалар тағы да күлісті. Үйде күлін шашып, аузын былғап, қатындарын сабап, әділетсіздік қылатын әкелерін көрген балалар елеген бидайдай қатар түзеп, көп ит болып, көк итті талауға кірісті. Біреуі Симонның алдына шығып, қарсы қарап тұра қалып, тілін шығарып, әкең жоқ" деп айғайлады. Симон шап беріп баланы шашынан ұстап, аяғымен тепкілеп, бетін тістеп алды. Екі бала иттей таласа кетті. Өзгелері де айырған болып Симонды сабап тастады. Жерге жығып тепкіледі. Киімін дал-дал қылып жыртты. Біреуі тұрып, "Енді әкеңе барып айт" деді. Сонда Симонның жүрегі селт етті. Көп күшті сабап тастады. Симон қайыруын қайыра алмады. Тістеніп бекініп жыламасқа тырысты. Әкесінің жоғын өзі де біледі. Жүрек көкірекке көтеріліп буындырды. Жас көзді кернеп кетті. Денесі дірілдеп босап, жас шылжып ағып жүре берді. Балалар өлтірген жауының қасында билеген тағы адамдай Симонды айнала қол алысып билеп, "Әкең жоқ" деп өлеңдетті. Бір уақытта Симон жылауды қойды. Аяғының асты тас екен. Тасты алып балаларды атқылады. Тас деген балалар үйлеріне қашты. Симон өзенге қарай жүгірді. Суға келіп, ағынға қадалып қарады. Бірнеше балық суда жүзіп ойнап жүр екен. Судан басын қылт еткізіп, шығарып қап, бетінен шыбынды қағып әкетеді. Бар ойы балыққа ауып, қызығына түсіп кетті. Кенет аяғының астынан бір бақа шошып шыға келді. Шап беріп ұстайын деп еді, жылп етіп қолынан шығып кетті. Симон бақаны қуып, үш ұстап айырылып қалды. Ақырында бақаның артқы аяғы Симонның қолына түсті. Симон бақаның
тырбаңдап құтылам дегеніне қарап күліп жіберді. Бақат жиылып асықтай болады да, артқа аяғын созып жіберіп, тарамыстай тартылады. Алтын сақиналы дөңгелек көзі бездей безереді. Алдыңғы аяғымен ауаны сипалайды. Бұл шешесі алып берген қуыршақ бақаны еске түсірді. Шешесін ойлады. Қайғы қайтып соғып, Симон жылап жіберді. Денесі тоңып дір етті. Жүгініп отыра қалып, жатарда оқитын дұғаны оқи бастады. Өксеген жылау құйындай қайта-қайта ұйтқып соға берді. Қайғы денесін жеңіп, дұғаны оқып маңдыта алмады. Ойдан қалды. Көзі түкті көрмеді. Құр еңірей берді. Кенет иығынан біреу ұстады. Балам, кім тиді? Неге жылайсың? Деп сұрады. Симон бұрылып артына қарады. Сырықтай ұзын, қара бұйра шашты, қара сақал бір кісі қарап тұр екен. Бұл осы ауылға танымал Филипп деген ұста еді. Симон ентігін баса алмаған күйі, балалар мені күлкі қылды, деп ұрды. Менің әкем жоқ, деді жылап. Әлгі кісі баланы бауырына басып, кім айтты, әкең жоқ деп. Сенің әкең мен емес пе, деді. Симон өксігін басып, ұстаға аңқиып қарады. Сөзіне сене алар емес. Шырағым, жылама. Жүр шешеңе баралық, деді ұста басынан сипап. Сөйтті де баланы жетелеп, Ақбаланың үйіне қарай аяңдады. Ақбала туралы айтылып жүрген өсектің шет жағасы ұста естіген еді. Бірақ көз көрмей өсекке сенбейтін. Екеуі бияз жұмыртқадай ақ үйге келді. Бала, апа, деп айғайлады қуанған үнмен. Ақбала есіктен шыға келді. Ұста не айтарын білмей, қысылып, сасып қалды. Әлгінде балаға жаны ашып, сенің әкем мен деп өтірік айтқан еді. Көңілін қимай үйіне де еріп келген. Енді шын қызара бастады. Өтірігім шығып қалама деп уайымдады. Сонда да сыр білдірмей, қалпағын шешіп, қолына алып, міне, өзен жағасынан адасып жүрген ұлыңды алып келдім деді. Симон шешесінің мойнынан құшақтай алып, жылады. Апа, мені балалар ұрды. Әкең жоқ деп ұрды, деді. Қар үстіне қан тамғандай Ақбаланың беті қызарып кетті. Жүрегіне пышақ соғып алғандай жараланып, баласын бас салып сүйіп алғанда көзінен жас моншақтап ағып жүре берді. Ұста дағдарып, не қыларын білмей тұрып қалды. Симон ұстаға қарап, апа, әкем келсін, деп дұға оқып едім, Құдай тілегімді естіп, әкемді жіберді, мені бол, деді. Үн өшті. Ақбала ұятына буынып, үннен айырылып, босағаға жабысып қалды. Ұста да ұялып төмен қарады. Бала ғана еш нәрсені сезбеді. Ұстаға қарап, атың кім? Тағы да балалар әкең кім? Деп сұраса, не деп айтайын, деді қуанып. Менің атым Филипп, деді. Симон бұл атты ойына мықтап түйіп алғандай болды. Көңілі орын теуіп, жаны жайланып, менің әкемнің аты Филипп, деп айғайлап, көшеге шапқылай жөнелді. Ертеңіне Симон мектепке келіп еді, балалар жабыла күліп, кекетіп қарсы алды. Мектептен шыққанда кешегі үлкен бала тағы да мазақ қылмақ болып еді. Симон бетіне қарап, тақияға тас тастағандай қылып, менің әкемнің атын сұрасаң Филипп, деп салды. Балалар жабылып күліп, Филипп деген кім? Бұны қайдан таптың, деді. Симон тағы да не көрсетсе көрейін деп түк жауап қайырмады. Бет бағып тұрып алды. Дабдыраған дыбысқа оқытушы шығып, Симонды босатып, бала шешесіне кетті. 3 ай ұста олай жүрсе де, бұлай жүрсе де, Ақбаланың үйінің жанынан өтеді. Тігін тігіп отырған Ақбалаға терезеден бір қарап кетеді. Батып сөзге келмейді. Ақбала да жылы жүзбен қарап қалатын. Ондайда ұста мақтанып, мені көріп қызарадау деп ойлайтын. Жаман ат күйі жақсы жақын арада ашылмайды. Ақбала қанша жуса да, ауыл Ақбалаға тағы да өсекті жүктеді. Ұста мен бала күнде бірге жүреді. Симон жаңа әкесіне бауыр басты. Мектепте балалардың мазағын елеңде қылмай жүре береді. Бір күні әкең жоқты шығарған үлкен бала тұрып, сен өтірік айттың. Сенде Филипп атты әке жоқ, деді. Симон аяғына тікен кіргендей болып қалды. Оғалай, деді. Ана бала қутыңдап, ол мынадай. Филипп әкең болса, ол шешеңнің қасында жатар еді. Бір үйде бірге тұрар еді, деді. Симон ақты қара дей алмай тасырқап қалды. О менің әкем, деді сосын дірілдей сөйлеп. Ана бала кекетіп, болса болар, бірақ шын әке емес, деді. Симонның көзі жасқа толып,
Филипптің ұстаханасына жүгірді. Ұстаханада қолдарына қолақпандай балға алып, бояудай қып-қызыл темірді соққылап жатқан 5 жалаңаш балуан бар еді. Симон ақырын кіріп келді. Мұны ешкім байқамады. Симонның нәзік дауысы саңқ етті. «Әкем, Филипп, тыңдашы. Балалар маған сені шын әке емессің» деді. Ұста тұрып, «О қалай?» деді. «Түктен хабары жоқ, Симон. Сен неге біздің үйде тұрмайсың?» деп сұрады. Дүкенде дыбыс жоғалды. Филипп терең ойлап, ойға құл болды. 4 жолдасында үн жоқ. Филиппке қарап тұр. Симон сақалдылардың ішіндегі шүйкедей болып жауап күтіп тұр. Бір мезгілде бір ұста бәрінің тілсіз сұрауына жауаптай қылып Филиппке қарап, «Сөздің шыны керек. Ақ бала сұлуда қыздың бағланы. Бақытсыздығына қарамай, өз бетімен шаруасын жақсылап басқарады. Бар істі тиянақты істейді. Жақсы жігіт кездессе, онан артық жар табылмайды» деді. Қалған үшеуі тұрып, «Сенің сөзің рас-ақ» деді тағы да ана ұста. «Бір сүрініп кеткенге қыз кінәлі ме? Ондай ақсақтық қай қызға кездеспейді. Жігіт ақ баланы алам деп алдаған жоқ па? Мен мұндайдың талайын білемін. Бұларды ешкім көрмейді» деді. Өзге ұсталарда «Сенің сөзің рас-ақ» деп қоштады. Тағы да әлгі ұста. Байғұс баласын тәрбиелеп өсірем деп қандай сабылды. Қайранға шашырап тастаған балықтай тырбанды. Ел алапестеп, оқшау шығарып тастағаннан бері ақ баланың үйінде жалғыз отырып қанша жылаған бір Құдай ғана біледі, деді. Өзгелері тағы қоштап, «Осының бәрі де рас» деді. Отты демдеген көрік солып басылады. Дүкенде тағы да үнде, түнде жоғалды. Филипп Симонға еңкейіп, «Бар, апаң айт, мен кешке барамын» деді. Сөйтті де баланы дүкеннен шығарып, жолға салып жіберді. Филипп іске қайта кірісті. 5 балға 5 дөсті төпелеп алып жөнелді. Қызықтырып, салдыратып, дүрілдетіп кешке дейін соқты. Құлын тайдың даусын жапқан сақа айғырдың үніндей Филипптің балғасының дөңі өзге балғаны үндетпейді. Балғасы кірпік қаққанша неше қайта соғады. Дөңі тауда күн күркірегіндей дүңкілдейді. Ол жігерленіп, бар ынтасымен соғады. Үстіне темірден ұшқан ұшқын жаңбырдай жауып тұрды. Филипп келіп, ақбала есігін қаққанда күн еңкейіп батып бара жатқан. Ол сақалды қырып, шашын тарап, таза киімін киіп, қолына гүл ұстап келген еді. Ақбала есікке шыға келіп, қайғылы түрде, «Неге кешке келесіз? Сізге бұл лайық емес» деді. Филипп жауап бермек болып, түйіліп қалып, ұялып, Ақбаланың алдында тұрып қалды. «Ақбала, өсекке, жел сөзге жем бермеуді сіз білуіңіз керек қой», деді қатқыл үнмен. Сонда Филипп, «Итке төсек, естіге өсек не керек? Менің онда жұмысым жоқ. Менің қалауым өзіңсің. Симонға әке болғым келеді. Маған тұрмысқа шығасың ба?» деді. Симон төсекте жатып, күбір сыбырды естіді. Бір мезгілде балуан қол өзін көтергенді білді. Қараса Филипп ұста екен. «Сен енді жолдастарыңа, менің әкем Филипп Ремей. Ол елге мәлім ұста. Маған кім тисе, соның үнін өшіреді деп айт» деді. Ертеңіне мектеп толған бала, оқу жаңа басталмақ еді. Кішкентай Симон орнынан түрегеліп, жыландай сұрланып, ерні желбіреп, даусы қоңыраудай салдырап, «Менің әкем ұста Филипп Ремей. Ендігәрі маған тигеннің үнін өшірем» деді, деп соқты. Енді ешкім де күлмеді. Елдің бәрі де Филипп Ремейді жақсы таниды. Егер Филипп Ремейдей әкең болса, ханға сәлем бермес едің. Аударған Қыр баласы. Оқыған Жиһаз ұстасы.